Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ қаттама дайындаймыз. Ол үшін жылы суымызды ыдысқа құямыз. Бір чайный ложка тұзымызды саламыз. Сұйық майымызды құямыз. Бәрін жақсылап араластырып, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бірінші мен осылай бөліп саламын ұнды. Қасықпен жайып араластырып, қалғанын сосын қолмен араластыратын боламын. Біздің қамырымыз дайын. Енді осының бетін жауып, кемінде 20-30 минутқа тынығуға қоямыз. Енді ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Мен пияздарды ашып дайындап алдым. Негізі мен 2 пияз ғана қолдандым. Негізі 3-4 қолдансаңыздар да болады. Пияздарды осылай жұқа етіп турап шығамыз. Бәрін ыдысымызға салып, үстіне тұз салып, бұрышымызды салып, және қалауларыңызша паприка қосуларыңызға болады. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Енді 20 минут тұрған қамырымызды алып, ұнмен кішкене араластырып, дөңгелек жасап, соны 4-ке бөлетін боламын. Әр бөлінген бөлікті осылай қолымызбен дөңгелектеп, дастарханның үстіне немесе ыдысқа ұн сеуіп, ішіне салып қоятын боламыз. Енді әр бөлікті осылай бірінші қолымызбен, кейін оқтаумен жақсылап жайып шығатын боламыз. Қамыр міндетті түрде жұқа болу керек. Қолмен көрген кезде екінші беті көрініп тұратындай, соншалықты жұқа болу керек. Шет-шетінің тегіс болу маңызды емес, бірақ барынша жұқалап жайған дұрыс болады. Біздің қамырымыз міне жұқа дайын болды. Енді үстіне осылай ерітілген майымызды жағып, салмасын саламыз. Салмасын шетіне қарай апарып салудың қажеті жоқ. Мен осылай ортасына қарай кішкенеден салып шығамын. Егер сіздер пиязды қатты ұнататын болсаңыздар, көбірек салғандарыңыз дұрыс болады. Енді осыны жайлап рулет сияқты орайтын боламыз. Осылай орап, астын осылай істеп қоямыз. Енді мен 2 түрлі жасаймын. Біреуін ішіне пияздан салмай, екіншісін жай осылай ішін тек қана ерітілген сары май жағып, жай қаттама ретінде осылай жасаймын. Енді 4-еу дайын болды. Осы ішінде салмасы бар нені аламыз қамырымызды. Жай қолымызбен бірінші басып, жай ғана, бірден қатты басуға болмайды, пияздар сыртына шығып кететін болады. Сосын қызып тұрған табамыздың ішіне кішкене майлап,
үстіне саламыз каттамамызды. От орташа болу керек. Асты кішкене қызарғанда екінші бетін аударамыз. Екінші беті кішкене пісейін дегенде мына бетін қайтадан аударып, чтобы арасында піспей қалмау үшін барлығын осылай істейміз. Міне мен қаттамаларым дайын, жасап көруге кеңес беремін.